130 бөбекке арналған мемлекет меншігіндегі мереке балабақшасы бүгінгі хабарымызға арқау болады. 2013 жылдың желтоқсан айында пайдалануға берілген балабақшада ересек, ортаңғы топ және 2-3 жасар балғындарға арналған жалпы 6 топ жұмыс жасайды. Тұрғындар арасында ортақ ауданы аталып кеткен елді мекенде бой көтерген балабақша қазіргі заман талабына сай бөбектерге қызмет көрсетіп отыр. Өкіметіміздің бекіткен балапан мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында біздің Түркістан қаласының әкімдігінің қолдауымен мереке балабақшасы салынып, 2013 жылы желтоқсан айында қала облыс әкімінің қатысуымен салтанатты түрде ашылып, іске қосылды. Мына қазіргі таңда біздің балабақшамызда 130 бала тәрбиеленуде, 6 тобымыз бар. Биылғы оқу жылынан бастап біздің балабақша мереке бөбек жай балабақшасы болып өзгертілді. Яғни қазіргі таңда біздің балабақшамызда ерте жас тобы бар, бірінші, екінші кіші топтары бар, ортаңғы және ересек топтары жұмысын жасайды. Біздің балабақшамыздың типтік үлгіде салынған, барлық стандарт талаптарына сай келеді. Материалдық базасы да жақсы қамтылған. Қазір мына өздеріңіз көріп өтсеңіздер, балабақшамыздың топтарындағы барлық бөлмелері, жатын бөлмесі, ойын бөлмесі өте үлкен, кең, жарық, жылы, балдардың барлық тәрбиеленуіне, ойнауына, сабақ өтуіне, тіпті жаңағы жүгіріп ойнауына да алаң жеткілікті. Балабақшада тәжірибелі мамандардан құралған тәрбиешілер қызметке іріктеліп алынған. Олардың әрқайсысы 7 қырлы бір сырлы, қолдарынан өнері тамған талантты педагогтар. Тіпті балабақша ішін кішігірім көрмеге айналдырған. Сөрелерге жұмыс жасайтын бағыттары бойынша қол өнер бұйымдары қойылыпты. Мен балабақшамды жақсы көремін. Біздің балабақшада түрлі спорттық жарыстар өтті. Мен соның бәріне қатыстым, жеңімпаз атандым. Мен өскенде спортшы болғым келеді. Менің атым Сымбат. Мен балабақшаға келемін. Балабақшада көп достар табамын. Би билеймін, ойнаймын. Билеген маған ұнайды. Осы мереке балабақша маған ұнайды. Мұнда келген әрбір баладан бақытты балдәурен шақты тиімді өткізіп жатқандарын көрдік. Ән салып, би билейді, спортпен айналысады. Ол үшін балабақша басшылығы бөбектер үшін жағдай жасаған.
Мұнда балалар құнарлы тағамдармен қамтылған, сондай-ақ бөбекжайда бөбектерді тасымалдауға арналған арнайы көлік жүреді. Мереке балабақшасының қызметі ата-аналардың көңілінен шығып отыр. Бұрындары балаларын балабақшаға апару үшін алысқа сандалатын ата-аналар қазір мереке бөбекжайының жақын маңнан ашылғанына қуанышты. Біздің бір отбасымыздан осы балабақшаға, мереке балабақшасына 4 баламыз келеді. Біз осы балабақша салынғанда қатты қуандық. Өйткені біздің балаларымыз анау теміржол вокзал жақтағы балабақшаға апаратын едік. Бұл балабақшаға өте ризамыз. 3 тілде сабақ өтеді. Сабақтарына қатысып тұрамыз. Балаларымыз 3 тілде сөйлеу, санау, мұғалімдермен амандасу барлығын біледі. Тәрбиешілерге, осы мектептің ұжымына алғысымыз шексіз. Олардың бей үйретеді, бүкіл нәрселерді үйретеді. Балаларымыз бір 2 күннен артық демалып қалса, балабақшаға қашан барамыз деп солай асығып жүреді балдар. Рахмет осы балабақшаның басшысына, Жанар апайға және тәрбиеші апайлардың барлығына алғыс айтамыз, алғысымыз шексіз. Злую тучку наказали, ты плохая, ей сказали, и она заплакала, да кап-кап-кап закапала. Мыши сразу задрожали, мыши-норки побежали, полетели, птицы вниз, да птицы сели под карниз. По имени Барбос слушал не нашу утку, еле ноги, он только сводит собачью будку. Ну а мы с тобой не тужим, босиком бежим по лужам, брызги прямо выследя, тучью встретим. Ашылғанына 5 жыл енді ғана толғанмен балабақшаның жеткен жетістіктері ауыз толтырып айтарлықтай. Тәрбиешілер білімдерін жетілдіру курстарынан өткен. Алға қойған мақсатымыз, енді қазір елбасымыздың айтқан бір жақсы сөзі бар. Болашақ ұрпағымызды тәрбиелеген кезде біз солардың кішкентай жасынан бастап, солардың бойына жақсы қасиеттерді сіңіре білсек, біз сонда ғана ұлттық рухы дамыған, отанның гүлденуіне өз үлесін қоса алатын азаматтарды өсіре аламыз деген бір жақсы сөзі бар. Біз сол сөздерді негізгі жұмысымызға ала отырып, бізде сондай мақсатты көздейміз. Балабақшамыздағы балдарды осы қазіргі кезден бастап, сондай отан сүйгіштік, отанын, елін құрметтей білетін, еліне өзінің жақсы еңбегін сіңіре білетін, патриоттық сезімдерді оята білуге біздің тәрбиешілер әрдайым жұмыс жасағанда сол мақсаттарды алға алып отырады. Балабақшамызға 5 жылдың жүзі көрініп келе жатыр. 5 жылға толдық. Арадағы өткен жылдарымыз аз болса да, өзімізге лайықты жетістіктерге қол жеткізіп жатқан жайымыз бар. Біздің тәрбиешілер өздерінің жоғары біліктілігін таныту мақсатында әрдайым қалалық, облыстық байқауларға, сайыстарға қатысып жатады. Соның ішінде атап өтсем, біздің тәрбиешілеріміз Сейтбекова Айнұр, Ходжаева Шахло, Күлбаева Лязат деген қыздарымыз қалалық байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болып жатқан жағдайлар бар. Талантты музыкант деген қалалық көлемінде өткен байқауда біздің саз жетекшіміз Розиев Сардар да жүлделі 2-ші орынға ие болып жатыр. Сонымен қатар енді осындай жас болса да біздің тәрбиешілер өздерінің бүткіл шығармашылықтарымен, өздерінің ынтасымен осындай кішкентай жас бүлдіршіндерімізді жылда дайындап, қалалық сайыстардан қалмаймыз. Сол сайыстарда да біздің балапандарымыз жүлделі орын алып жатқан жағдайлар бар бізді қуантып. Түркістан қалалық білім бөліміне қарасты мереке балабақшасы алға қойған мақсаттарымен осылайша көпшілікпен бөлісті. Ұйымшылдығы жарасқан ұжымға одан әрі дами түсетініне біз де сенім білдірдік.